Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы осы сіздердің 42500 пособияны алу үшін жіберген заявкаларыңызға отказ келген адамдарға және ол отказ не үшін келді сіздерге, сол туралы мен айтып кететін боламын осы видеода. Осы ары қарай темаға жалғастырмастан бұрын сіздер осы менің YouTube каналыма біріншіден подписка жасай салыңыздар. Заңда әртүрлі өзгерістер болып жатса, соның барлығына мен өзім видео түсіріп осы YouTube каналыма салып отырам, өздеріңіздер біліп жүресіздер. Ал енді осы отказдарға келетін болсақ, ең бірінші осы көп отказ болып жатқан ол осы ЕСП төлемеген адамдар және осы ЕСП-ны дұрыс төлемеген адамдар. Осында екі жағдай болады ЕСП-ға байланысты. Ең біріншіден, сіздер ЕСП-ны төлемейтін адамдар, олар осы төтенше жағдайларға дейін, яғни официально жұмыс істеген еңбек шартына байланысты сол адамдар негізі төлемейді осы ЕСП-ны. Ал егер сіздер неофициально жұмыс істесеңіздер, немесе декретте отырсаңыздар, сіздің балаларыңыз мысалы 1 жаста болған жағдайда, сіздер осы ЕСП-ны обязательно төлейсіздер. ЕСП негізі қазіргі кезде 2651 теңге, ол осы МРП-ның өскеніне байланысты емес, сол старый курс МРП-сы қала береді. Енді сізге осы отказ келген жағдайда ЕСП туралы, бірақ сіз ЕСП-ны төлеп қойсаңыз да, сізге отказ келген жағдайда негізі сіз күтуіңіз керек. Ең алдымен сіздің телефоныңызға SMS келеді. Сіз өзіңіздің көбісі адамдар қазіргі кезде бүйтеді. Сіздер ЕСП-ны мысалы төлейді бір адамдар, одан кейін барып заявканы жібереді, сразу жіберіп тастайды 1 сағаттың ішінде. Ол жағдайда мысалы сіздің ЕСП-ңіз банкқа түседі, бірақ банк ары қарай мемлекетке информацияны жібермеуі де мүмкін, кейбіреуі 1 күннің ішінде немесе сразу. Соған байланысты сіздердің ЕСП-ңіз мемлекеттің базасынан шықпай қалады, ал сіздің заявкаңыз қабылданып ары қарай өтіп кетеді. Сондай жағдайда сіздің ЕСП-ңіз көрінбей қалады да, содан кейін сізге отказ келеді. Бұл бірінші жағдай ЕСП-ға байланысты. Екінші жағдайға келетін болсақ, сіздер мысалы бірінші заявканы жібердіңіздер, содан кейін барып ЕСП-ны төлейсіздер. Бұл да осындай жағдай, яғни сіздің заявкаңыз алдыға кетіп қалады да, содан кейін барып, ал сіздің ЕСП-ңіз төлеген ақшаңыз, ол артта қалып қалады. Сондықтан негізі ең бірінші рет сіздер жіберетін жағдайда заявканы, ең алдымен ЕСП-ны төлеңіздер, асықпай, содан кейін барып заявкаларыңызды жібересіздер 1 күннен кейін. Осы кезде сіздің заявкаңыз қабылданып, сізге 42500 теңге тез арада түседі. Бұл осы ЕСП-ларға байланысты. Екінші жағдай, бұл қазіргі кезде осы кейбір адамдарға автоматты түрде осы отказ келіп жатыр. Негізі статусты қазіргі кезде 42500-ден көре аламыз заявкалардың статусын. Сол жерде көбісінде осы автоматты түрде отказ деп келеді. Ол отказ көбінесе осы базаның негізі, базада осындай болады, специальный өзінің министрдің шығарған осы правилаларына сәйкес келе ма, келмей ма сіздің жағдайыңыз. Мысалы, кейбіреуі осы мемлекетті алдап, мысалы айтатын болсақ, жұмыс істеп жатса да, заявканы жіберетін адамдар да бар осы пособияны алу үшін. Сол адамдарға, немесе басқа да адамдарға осындай автоматты түрде отказ келуі мүмкін правилаларға байланысты. Немесе бұл мемлекеттің осы базаның ішіндегі өзінің бір қателіктеріне байланысты, технический сбой дейміз ғой, соған байланысты сізге отмена келуі мүмкін. Ондай жағдайда сіз просто SMS-ті күтесіз қайтадан, сізге официальный түрде SMS ретінде отказ келеді. Содан кейін барып сіз заявкаларыңызды жібере аласыздар. Үшінші жағдай, ол мысалы көбінесе адамдарға тағы да осы счет дұрыс болмауына байланысты, счетты дұрыс жібермейді, немесе басқа карточканың номерін жібереді, счетындағын дұрыс жазбайды, сандар 20 санның орнына 19 сан жазып жібереді, немесе басқа цифр жазып жібереді. Осындай жағдайларда сіздерге екі жағдай болуы мүмкін. Біріншісі, сіздерге мемлекеттен SMS келеді, айбан счеттарыңызды осы дұрыстап жазып жіберіңіз деп. Сол кезде сол SMS-қа 1414-ке қайттан ответный SMS жазасыз, өзіңіздің счеттарыңызды дұрыстап. Сол жағдайда сізге 42500 қайттан түсуі мүмкін бірақ. Ал екінші жағдай, ол сізге қайттан сол отказ келеді SMS, сіздің айбан счетыңыз дұрыс емес деп. Сондай жағдайда сіз қайтадан переподать етіп, заявканы қайтадан жібересіздер. Айтып кетейін, сіздерге осы официальный SMS келмей жатып мемлекеттен, яғни 1414 номерден. Сіздер қайтадан заявкаларыңызды жібере алмайсыздар. Жібергеннің өзінде де сіздің заявкаларыңызды мемлекет қабылдамайды. Осы негізі үш жағдай көбінесе қазіргі кезде отказ болып жатқан. Сонымен қатар маған көптеген сұрақтар қазіргі кезде қойылып жатыр.
ең көбісі ол осы декретте отырған аналарға немесе осы 1 жасқа толған балалар бар аналарға. Сіздер негізі ЕСП-ны төлеп өздеріңіздің пособияларыңызды 42.500-ді алуға болады. Бірақ ең алдымен сіздерде ИП болмау керек сіздің аттарыңызда, және ешқандай доход сізде болмау керек. Сол жағдайда сіздерге осы 42.500 пособия міндетті түрде түседі. Екінші жағдай, қазіргі кезде көбісі ИП бар адамдар, олар осы Telegram бот арқылы жібереді да, содан кейін оларға отказ келіп жатыр. Сіздерде кімде ИП бар, сіздердің араңызда, сіздер оны 42.500 еңбек сайты арқылы немесе егов арқылы жібергендеріңіз дұрыс болады. Сол кезде сіздің заявкаларың қабылданып, сіздерге 42.500 теңге пособия түседі. Так, осы ең көп тағы да бір сұрақ, ол осы адамдар білмейді. Мысалы, ЕСП-ны төлеген жағдайда ол сіздің пенсияңыздан алынып төлене ма, немесе ол шын ба, рас па, өтірік па, сол туралы жауап бергім келіп кетті. Өйткені осы көптеген сұрақтар қазір WhatsApp-та да, Instagram-да да, Telegram барлық жерден қойылып жатыр маған. Мысалы, сіз ЕСП-ны төлеген жағдайда сіз өзіңіздің атыңыздан төлейсіз. Сіздің бұл 42.500 сіздің пенсияңыздан, пенсионкаңыздан, пенсионный отчисленияларыңыздан, соның барлығынан алынбайды ЕСП. ЕСП-да, пособияда ол жерден алынбайды. Бұл мемлекеттің сізге берген өзінің бюджетінен төленген осы пособия. Сондықтан бұндай сұрақтар сіздерді мазалап жатса, осы видеодан көріп түсінетін боласыздар деп ойлаймын. Ал енді біздің осы видеомыз осымен аяқталды. Белгілі бір сұрақтарыңыздар болса, менің осы видеоның астында ссылка қалдырып кетем. Осы WhatsApp-қа, менің WhatsApp-ыма өтіп, өздеріңіздің белгілі бір сұрақтарыңыз болса, тағы да солардың барлығын маған WhatsApp-қа жазып, сол жерде сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Кейбіреуіне осы үлгермеуі мүмкін, қазіргі кезде поток өте көп болып жатыр, бірақ негізі барлығына жауап беруге тырысамын. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.